Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы дұрыс тамақтану. Тема сегодняшнего урока – правильное питание. Бүгінгі сабақта пайдалы және пайдалы емес тағамдарды ажыратуды, сұрақтарға жауап жазуды үйренесіңдер. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Жұмыртқа, яйцо. Шырын, сок. Құймақ, блины. Ботқа, каша. Бірінші жаттығу. Тыңда, өз ойыңды айт. Первое упражнение. Послушай, расскажи свои мысли. Дұрыс тамақтана біл. Умей правильно питаться. Дұрыс тамақтану. Денсаулық кепілі. Правильное питание – залог здоровья. Біріншіден, тамақты дастархан басында отырып ішу керек. Во-первых, кушать надо, сидя за столом. Екіншіден, тамақты асықпай ішу керек. Во-вторых, есть нужно не торопясь. Үшіншіден, тамақты уақытымен ішу керек. В-третьих, принимать еду нужно по времени. Денсаулық басты байлық. Здоровье – главное богатство. Давайте ответим на вопросы теперь. Дұрыс тамақтана білесің бе? Иә, мен дұрыс тамақтана білемін. Жоқ, мен дұрыс тамақтана білмеймін. Сөйлемдер мен суреттерді сәйкестендір. Соедини стрелками предложения и картинки. Дұрыс жауабын қарайық. Посмотрим правильные ответы. Екінші жаттығу. Оқы, сұрақтарға жауап бер. Второе упражнение. Прочитай, ответь на вопросы. Дұрыс тамақтану денсаулыққа пайдалы. Артық ішкен тамақ денсаулыққа зиян. Ботқада дәрумен көп. Пайдалы тағамдар сенің денсаулығыңды жақсартады. Бірінші сұрақ. Артық ішкен тамақ неге зиян? Первый вопрос. Почему переедание вредно? Ответ будет: денсаулыққа зиян. Вредно для здоровья. Екінші сұрақ. Ботқада не көп? Жауабы: ботқада дәрумен көп. Үшінші тапсырма. Кестеге қарап, пайдалы және пайдалы емес тағамдарды ажыратуды үйрен. Третье упражнение. Посмотри на таблицу. Научись различать полезные и неполезные продукты. Пайдалы тағамдар: ірімшік, орамжапырақ, сәбіз, шырын, айран. Пайдалы емес тағамдар: қытырлақ картоп фри, кәмпит, газдалған су, хот-дог. Осыларды есте сақта. Запомни. Сұрақ. Қайсысы пайдалы тағам? Қайсысы пайдалы емес тағам? Дұрыс жауапқа қарайық. Посмотрим на правильные ответы. Сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Жеміс жидектерді жемес бұрын не істеу керек? Что делать, прежде чем есть продукты? Кино қарау керек. Жеміс жидектерді жуу керек. Бетті жуу керек. Кітап оқу керек. Как вы думаете, какой ответ здесь правильный? Тамақтану алдында не істеуіміз керек?
Что делать перед едой? Кітап оқу керек, читать книгу нужно. Қолдарды жуу керек, нужно мыть руки. Тамақты жуу керек, нужно мыть еду. Подумайте. Давайте посмотрим на правильные ответы. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.